Бүгүнгеттен Азия оғылары фонда берихигер 10 хүстігілін оғыларға боқсаға республикатағы турнир сағаланна. Күріқтегі триумф спортивны кейінге ақсынияқсыз күнігердері ұтылыға. Рингаға 10-14 састақ олаттар көн көрсіоқтары. Кыйлақтар ұғын көліңе регионға күттар біраттыналар. Турнир қамыдын Нұргияна Егорова кәтен көрді. Степан Кривошапкин сүрбе сыл тренер Давид Кемигер оғылырға республикаға ұхы келіңе регионға призер чемпион олардақ. Сеген көлттен кейін сірге аян соларақ болан кәлі бары күрутын әрі кайтарбат. Бұл турнирға үсоғыны үлжі аңның нәгілерін күтталдар. Маннаға тәрілтәхегер филиал болан кейді бет, инегінен триумф бігеге базауд болар олеген Наполы бұйыл 30 жоғы секцияға ғұрыттарды. Атак постоянно ғылжар олаттар 15 оғы бар. Күріқтігіні көрі ден бұс отыртағыта Лухан жоңға Россияға үрін көмісметі әлілбіт Василий Егоров кәлі. Оғылырға олағана Лухан күріқтігі ден ханығын. Мен бұл бәйманны үсті кесен тұрдақпын, екеден кайбыдым. Мантын мен канаттанамын ұнтын бұманны білейін боксылар жауын. Турнирға сылақсын кыттачақ сана әлбән хер. Ол күрді кірінгеға сүрбе түйет қамандаттан сүйіз бейін сәтті оға көн көрсуға. Жокускай түйет қамандары тұрорда. Сағамай рақ сірттен анабыр ұс яна кәбәйі ұлыстары балылар. Күрәқті хейсіғылы ғырға дейін бұл кәлер Азия оларға. Бұл бұт Азияларға, бұл кәлер де Азия оларға. Бейе олар бұт таханларын, бейе олар бұт бәлемлерін. Қайдақ үлелектәк бұтын, туақтақ бұты дейін бұл көрірге дейін аналла көріқтейлер. Судьялар коллегияларын бүтін Россиятағы категориялақ судья Михаил Валь илән сағалан салайыр. Олаттар 2 юношеска разрядтан кірата соқ, 30 келеттен ағу хоңадлы яңы кирселлер. Он дигики директор беха. Ну, залбыт, навол хамматах. Ну, деревня гудватах. Нормально. Пока что пожелать. Уолаттар кыйгар әлләғ жылур тосқоллақ маңнағы керсилері сағаланна. Республикаға білдер боксердар бары бұ турнирдің аспыттара. Онан әдер спортсмендарға Азия олары фонда берейхін турнира бір солталақ түхілгенен болар. Финаліне көрсүйілер өрібілге 12 шастан салынықтыра. Нұргияна Егорова, Василий Слепцов, Саха телевидениеті, Жокускай.